Алматы облысы Ақсу ауданы Ильяс Жансүгіров атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығы мен коммуналдық мемлекеттік мекемесінің география пәнінің мұғалімі Заманбекова Айнұр Мұратханқызы. Жаратылыстану пәні 5-ші сынып. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы экожүйе құрам бөліктері, экология және тұрақты даму бөлімі бойынша сабақтың оқу мақсаты экожүйенің құрамдас бөліктері. Сабақтың мақсаты экожүйе туралы мағлұмат беру, экожүйенің компоненттерін анықтау. Бағалау критерийлері: экожүйе сөзін анықтайды, экожүйенің компоненттерін анықтап атайды. Енді кезекте сіздерге экожүйе туралы түсінік бере өтейін. Жер бетіндегі тіршілік ететін барлық тірі ағзалар өздеріне тән бір ортаға бейімделіп тіршілік етеді. Осы жерде олар бір-бірімен тығыз қарым-қатынаста болады. Оларға туыстық байланыс, бәсекелестік байланыс, жыртқыштық байланыс және қоршаған ортамен тығыз байланыста болады. Яғни ауа, су, жер бедері, топырақ. Өсімдіктер мен жануарлар алуан түрлі болып келеді. Олардың мекен ететін жері де алуан түрлі табиғи кешенді экологиялық жүйе қамтиды. Осындай қауымдастықты экология ғылымы зерттейді. Ең алғашқы болып ағылшын экологы Артур Тенсли экожүйе терминін 1935 жылы ғылымға енгізген болатын. Ендігі кезекте мына суретте қарап отырғандарыңыздай жер бетіндегі тіршілік ететін барлық тірі ағзалардың өздеріне тән тіршілікке бейімделген ортасы көрсетілген. Ендігі кезекті бейне баянға қарасаңыздар. Экожүйе экологиялық бірлік ретінде. Экожүйе жабық, оқшау бірлік болып табылмайды. Ол өзге көршілес экожүйелермен зат және энергия алмасуды жүзеге асырады. Экожүйе екі негізгі бөліктен тұрады: биоценоз, тірі ағзалар, және биотоп, абиотикалық немесе өлі орта. Әрбір экожүйе бір тұтас қызмет атқарады және өзін-өзі ұйымдастыру қабілетімен, үздіксіз зат және энергия ағынымен, сонымен қатар экожүйе компоненттері арасында ақпарат алмасумен сипатталады. Экожүйенің өзге ерекшелігі гомеостаз, динамикалық тепе-теңдік жағдайында экожүйеде болып жататын химиялық және физикалық үрдістерді тұрақты қалыпта ұстап тұру болып табылады. Экожүйе өзін-өзі реттеуші болып табылады. Экожүйедегі даралар қоршаған ортаның өзгерістерін сезіне алады. Жақсы балалар, экожүйе туралы толық мағлұматты Білімленд сайтынан, яғни мына сілтеме бойынша көріп отырғандарыңыздай, осы жерден толық мағлұмат ала аласыздар. Экожүйе компоненттері продуценттер, консументтер, редуценттер деп үшке бөлінеді. Экожүйе компоненттері продуценттер, өндіруші ағзалар. Олар биорганикалық заттардан органикалық заттарға айналдырады. Консументтер, тұтынушы ағзалар, дайын органикалық заттарды тұтынады. Редуценттер, ыдыратушы ағзалар. Өсімдіктер мен жануарлардың қалдықтарын, бактериялар мен саңырауқұлақтарды ыдыратып, өз қорегіне пайдаланады. Табиғи экожүйе жер үсті, тұщы сулы, теңіздік деп үшке бөлінеді. Енді кезекте балалар, бекіту тапсырмасына келетін болсақ, бірінші тапсырма. Экожүйе терминіне анықтама беріңіздер. Дескрипторы сіздерде көрсетілген. Екінші тапсырмаға келер болсақ, экожүйе компонентіне мысал келтіріңіздер. Дескриптор сіздерде осы жерде көрсетіліп тұр. Енді кезекті бекіту сұрақтарына берер болсақ, бірінші сұрақ: экожүйе дегеніміз не? Екінші сұрақ: экожүйе терминін ғылымға алғаш рет кім енгізді? Үшінші сұрақ: экожүйенің компоненттерін атаңыздар. Ендігі осы сабағымызға балалар кері байланыс беріп өтейік, яғни 3Б әдісімен. Білемін, білдім, білгім келеді. Кері байланыстарыңызды берсеңіздер болады.
Оқу тапсырмасы экологиялық жүйе мәтінді оқу. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.